Приветствую вас на анализе Олимпиады жас эрудит по английскому языку и математике. Школьный этап, 6 класс. Қадірменді ата-аналар мен оқушылар, сіздерді жас эрудит олимпиадасының ағылшын тілі мен математикадан өткен мектепшілік кезеңінің анализінде қарсы аламын. Бүгінгі біздің анализіміз 6 сыныптарға болады. Қызықты және де пайдалы болатынына сенімдіміз. Ал кеттік. Ендігі біз өзіміздің презентациямызды, яғни анализімізді шоудан, оглавлениеден бастап кетейік. Бұл жерде біз кезеңдер, яғни олимпиаданың турлары туралы ақпарат береміз. Одан кейін олимпиаданың мақсаты, яғни цель олимпиады. Одан кейін ағылшын тілін бағалау критерийлері туралы әңгіме қозғалады. Ал одан кейін бізде ағылшын тілінің экзаменінің өзі басталады, яғни task 1 reading, task 2 use of English, task 3 writing criteria, and then writing the description of the image. There will be sample answer of the description. And then одан кейін бізде математикадан бағалау критерийлерін айтып кетеміз. Мұғалім, математика мұғалімі сіздерге математиканың 3 деңгейлі есептеріне анализ жасап береді. Өте пайдалы болатынына күмәніміз жоқ. Ары қарай кетейік. Мектепшілік кезең. Астана қаласы білім беру мекемелерінің 5-6 сынып оқушылар арасында математика және ағылшын тілі пәндеріне өткен жас эрудит олимпиадасының қатысушыларына қайырлы күн. Астана дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығы мен Зерде лидер білім беру орталығының бірлесіп өткізген жас эрудит олимпиадасының мектепшілік кезеңіне атсалысып қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бұл өте үлкен қадам. Ары қарай 2023 жылғы жас эрудит олимпиадасының мектепшілік кезеңінің олимпиадалық сұрақтарының видео талдауында қауышқанымызға қуаныштымыз. Ағылшын тілінен талдау жасаған мен Насырова Эльвира, ағылшын тілі мұғалімі қазіргі уақытта Назарбаев зияткерлік мектебінің және Назарбаев университетінің түлегі. Внутришкольный тур. Добрый день участникам Олимпиады жас эрудит по математике и английскому языку среди учащихся 5-6 классов образовательных учреждений города Астана. Благодарим вас за участие во внутришкольном этапе Олимпиады жас эрудит, проводимой совместно с Центром выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи жас Астана Дарына и образовательным центром Зерде Лидер. Мы рады приветствовать вас в видеоанализе олимпиадных вопросов внутришкольного этапа Олимпиады жас эрудит 2023 года. Анализ по английскому провела Насырова Эльвира, учитель английского языка в данный момент, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы, Назарбаев университета. Дальше. У нас разбор будет на 2 языках, иногда и на 3 языках, то есть на казахском, на русском и на английском. Поэтому, если будут вопросы, можете написать, но надеюсь, что будет все понятно. Если будут ошибки, то извините, будем стараться лучше. Так, давайте ендігі біз олимпиаданың кезеңдері туралы айтып кетейік. Бізде сіздер бірінші болып мектепшілік кезеңді тапсырдыңыздар, яғни 13 қазан күні өтіп кетті. Ендігі біз қазір сол олимпиаданың сұрақтарына талдау жасап жатырмыз. Одан кейін ендігі осы жұмада бізде аудандық тур болады, яғни 21 қазан, одан кейін қалалық этап болады, 28 қазан. Осы талдаулар сізге көмек береді деп ойлаймын. Одан кейін сіздермен тағы да байланыста болуға тырысамыз, және де біз берген ақпараттарды түсініп алуға тырысасыз деген ойдамын. Өйткені біз сіздер үшін тырысып жатырмыз, яғни осы біздің жастарымыз ақылды болсын, өздерінің білімдерін тереңдетсін, дамытсын деген оймен осы бір анализдер жасап жатырмыз. Көмек береді деген ойдамыз. Туры, внутришкольный, районный, городской, да? Так, олимпиада мақсаты. Біріншіден, оқушылардың математика және ағылшын тілі пәндері бойынша білімдерін тереңдету, дамыту. Өйткені бізде осы пәндер ең маңызды пәндердің бірі болып есептеледі. Өйткені болашақта көптеген жұмыстар барлығы да оқулар осы тілдермен байланысты болады, осы екі пәнмен байланысты болады. Екіншіден, дарынды балалар анықтап олимпиада резервтерін құру. Олимпиада дегеніміз өте маңызды. Өйткені егер де сіздер болашақта шетелге түсемін деген ойларыңыз болса,
және жақсы мектептерге түскіңіз келсе, олимпиаданың жетістіктері сіздерге өте қатты керек болады. Бұл халықаралық деңгейде дәлелденген зат. Ары қарай үшіншісі бізде оқушылардың білім алуға қызығушылығын арттыру. Өйткені оқушының қазіргі уақытта қызығушылығын арттыру кішкене қиындау, бірақ біз тырысып бағамыз. Сол үшін бізде материалдар, подход, оның барлығы ерекше болу керек, модерн болу керек. Төртіншіден біз халықаралық олимпиада мен шетелге оқуға түсуге, яғни және де халықаралық экзамендер, IELTS, SAT сияқты экзамендерге дайындауға көмектесеміз. Және де осы бір олимпиада, ағылшын тілі мен математикадан өткен осы бір экзамендерге ең бір маңызды қадам болып есептеледі, база болып есептеледі. Цели олимпиады на русском языке. Так, енді ары қарай өтіп кетейік. Ағылшын тіліне олимпиада бізде 30 минут көлемінде болды. Және де reading, use of English, writing тапсырмаларынан тұрды. Readingта бізде баланың сөздік қорына және де түсінігіне көп көңіл бөлінді. Одан кейін use of English бізде баланың лексикасымен, грамматикасымен жұмыс жасауға көңіл бөлінді. Writingта бізде ағылшын тілін қалай құрылымды түрде, контексті түрде оқушы қалай жақсы біледі, соны тексеруге тырыстық. Былай келсек, бізде 15 сұрақ болды. 15 сұраққа толығымен жалпылай келсе, жалпылай келем 50 ұпай бала жинау керек болды. Әр сұраққа 3 ұпайдан, 4 ұпайдан, е. Олимпиада по английскому языку длилась 30 минут. Состояла из довольно сложных заданий, то есть по reading, use of English и writing. На каждый вопрос давали по 3-4 балла, зависит от сложности вопросов. Итога у нас выходило 50 баллов. Reading у нас мы оцениваем, насколько ребенок понимает текст очень быстро по ключевым словам. Use of English у нас грамматика и словарный запас ребенка, насколько он хорошо знает грамматику и быстро справляется с этим. А writing — это у нас контекст знания, насколько ребенок хорошо выражает свои мысли очень быстро, понятно и в письменной форме. So let's start from the first task. So here we have a reading. It's work with different kinds of texts, and here we should have skimming and scanning processes. So over here the students should read the text and about the writer Harriet Beecher's Stowe and fill in the gaps 1 to 5 with appropriate parts of the sentence A to G. Сонымен бұл тапсырмада оқушы мына варианттарды оқып шығып, осы варианттарды бос орындарға қойып шығу керек. Яғни осы біздің берілген текстті толтыру керек. Өйткені бұл жерде, осы жерлерде ақпарат қалып қойған екен. Енді бұл тапсырма кішкене қиындау болып есептеледі, олимпиада болғасымен, енді бірақ түсінуге оңай, қатты қиын емес. Ол үшін біз кілт сөздерге көңіл бөлеміз. Кілт сөздер дегеніміз, онда біз қалай қараймыз? Яғни бұл жерде біз текстін былай басынан бастап оқып керек жоқ, бірақ түсінік болу үшін оқу керек. Sometimes the book can help change history. Кей кездері бізде кітап тарихты өзгертуге көмектеседі дегендей басталып тұр. Осы кітаптардың бірі бізде Uncle Tom's Cabin деп аталады. Бұл бізде вступление. Ары қарай бұл жерде 0, да? It was a book that spoke out against slavery. Это у нас бұл бізде құлдыққа қарсы айтылған кітаптардың бірі болып есептеледі екен. Бұл бізде бірінші ақпарат болып есептеледі, жазылып тұр, яғни 0C. Неге бізде C кетіп қалды? Өйткені бізде бұл жерде міне book деп тұр, одан кейін қайтадан book деген сөз тұр. Яғни қандай кітап туралы ақпарат беріліп тұр. Сол үшін де бізде бұл жерде кітаптың не туралы айтылған туралы ақпарат берілген.
Одан кейін бізде мына сөйлемді кетіруге болады, мына жерде де кетіруге болады, бірақ мына сөйлемнен бастап бұл маңызды, өйткені мына бос орынға дейінгі сөйлем және одан кейінгі сөйлемдер өте маңызды, оларды міндетті түрде оқу керек. The northern states had abolished slavery. Одан кейінгі сөйлем. They were willing to let slavery continue in the south. Бұл жерде не деп тұр? Солтүстік жақтар бізде құлдықты жойды деп тұр. Abolished, ал одан кейінгі сөйлем, бірден кейінгі сөйлем. They were willing деп тұр. Білмейміз кім екен? Willing to let slavery continue in the south. Олар деп тұр. Мына жерде аудармасы бар. Оңтүстікте құлдықтың жалғасуына мүмкіндік беруге дайын болды деп тұр. Яғни олар оңтүстікте де әлі жалғаса беруін қалады деп тұр, Біреулері қарсы болды, біреулері қалады. Ендігі бізде ең маңыздысы мына варианттардың барлығын бір-бірлеп оқып шығу керек, оқып түсініп шығу керек. Бізде міне бірінші А варианты. Each night after putting her 6 children to bed, she worked on her novel деп тұр. Яғни бұл жерде автор Harriet Beecher ол балаларын ұйқыға жатқызғаннан кейін кітабымен жұмыс істеп тұр. Бұл жерде бізде бізде Harriet Beecher туралы ақпарат болу керек. Осыған дейінгі сөйлемде немесе одан кейінгі сөйлемде. Novel. Бұл бізде кілт сөздер. Келесі сөйлем. Slaves had no rights, they could be sold and bought. Бұл жерде бізде құлдардың ешқандай құқығы болған жоқ, және де олар сатып алуға рұқсат берілді деп тұр. Бұл жерде бізде slaves туралы ақпарат, олардың кім екені туралы ақпарат, яғни бұл сөйлемде, оған дейінгі сөйлемде slaves туралы кіріспе ақпарат болу керек. Ары қарай, disagreements between the north and south grew. Оңтүстік пен солтүстіктің арасындағы келіспеушіліктер өсті деп тұр. Яғни бұл жерде бізде north, south деген сөздер кілт сөздер болып есептеледі. Ары қарай, yet Uncle Tom's cabin surely played a part. Бұл жерде Uncle Tom's cabin, Том ағайдың үйшігі сөзсіз рөл атқарды. Яғни бұл жерде Том ағайдың үйшігі туралы ақпарат берілу керек осыған дейін, немесе оның маңыздылығы туралы, Yet most northerns were not strong against slavery. Дегенмен солтүстіктердің көпшілігі құлдыққа үзілді-кесілді қарсы болған жоқ деп тұр. Яғни солтүстіктегі адамдар, кешіріңіз, құлдыққа қарсы болмады деп тұр. Яғни қарама-қарсы ақпарат. Ары қарай бізде northerns, осылар бізде not strongly against. Against та өте маңызды. Джида бізде over 300,000 copies were sold in a year. 300-ден астам копиялар сатылды деп тұр. Яғни копия болса, бұл бізде book деген сөз, кітаптың копиялары болады. Сонымен ары қарай кетейік. Бұсында қай вариант келеді бұл жерде? Біз сөйлемде, оған дейінгі сөйлемде northern деген тұр. Яғни north, south деген екеуі бар, екеуі north деген екі вариант бар бізде. Соң қайсысы келеді? Мына жерде просто disagreement north, south керек, мына жерде abolished деп тұр, north, яғни оңтүстікте олар жоқ деген. Солтүстікте олар жоқ деген, ал оңтүстікте, міне келесі, to let slavery continue in the south. Олар оңтүстікте болғанын қалады slavery'дің. Сонда қайсы келеді? Yet most northerns were not strongly against the slavery деген бізде вариант келеді. Өйткені олар northern парттағы адамдар оған қатты қарсы болмаған екен. Сол үшінде олар оңтүстікте құлдықтың бола берген қалаған, кей адамдар. Көбісі қарсы болған, бірақ кей адамдар за болған. Ары қарай, Stowe was determined to make маңызды сөз, was determined to make people understand that slavery was evil. Яғни Stowe бізде slavery'дің жаман зат екенін, құбыжық екенін, міне,
зұлымдық екенін түсіндіруге бел буды деп тұр. Яғни бұл жерде ол determined, бел буды. Бұл бізде значит бастап тұр, я, старт. Бастағаннан кейін ол не істеді? Яғни ол кітаппен жұмыс істеді. Стол туралы ақпарат. Бізде қай жерде варианттардың қайсысы столға жақын болды? Біріншісі, я, she worked on her novel. Сонымен бізде бұл жерге A келеді. Ары қарай мына сөйлемді кетіруге болады, одан кейін өтіп кетуге болады. Одан кейін Uncle Tom's Cabin was published in 1852. Uncle Tom's Cabin бізде 1852 жылы жарық көрген екен. Одан кейін не болды? People react strongly to this novel. Адамдар бұл новеллаға үлкен әсер алды депті бұл новелладан. Бұл жерде қайсы келеді бізде? G келеді, е? Неге G? Өйткені бұл жерде book, е? Strongly to this novel, бұл бізде кітап. Tom's Cabin, бұл да бізде кітап. Көптеген адамдар оны көрген екен. Бұл жерде өткенде мына кітап болғасын, біздің жерде кітап туралы ақпарат табу керекпіз. Book, е? Мыналардың қайсысы book туралы ақпарат береді, яғни G варианты береді екен, е? Енді былай жауап отырайық, қайсысын қолдандық? Мынаны да жауап отырамыз, е? Енді ары қарай. In the south, many people were very angry. Оңтүстіктегі адамдар өте ренжілі болған екен, е? Сонымен ары қарай. By 1862, the two sections of the country were at war деп тұр. South қарсы болған. Осы екі мемлекет сосын орға. Олардың арасында соғыс болған екен. Яғни бұл жерде қай ақпаратта бізде соғыс туралы ақпарат беріп тұр? War-дың синоним табу керекпіз. Дейді disagreement деп тұр. Келіспеушілік, е? Яғни екеуі де минус контексте, негативті контексте. Сол үшін де бізде D варианты мені төртінші болады. D варианты. Енді ары қарай кетсек. Civil War бізде гражданская война, е? Қазақшасы. Мына жерде тұр бізде азаматтық соғыс. Так. Ары қарай. Of course, the Civil War had many different causes деп тұр. Одан кейін әрине Civil War азаматтық соғыстың бірнеше себебі болды деп тұр. Яғни себеп туралы табу керек ақпарат. Бізде қайсысы келді? Қалды. Бізде E мен B қалды. B вариантына бізде slaves-тар кім туралы ақпарат берілген? Бұл келмейді, е? Ал E вариантында Yet Uncle Tom's Cabin surely played a part деп тұр. Яғни осы азаматтық соғыстың себебі ретінде себептерінің бірі осы кітап болған екен. Неге? Өйткені ол барлық адамдардың жүрегін түсінігін ашқан, я, оларға қосымша ақпарат берген, олар басқа бұрындар білмеген ақпаратты осы кітаптан алған. Сонымен олардың санасы оянған. Біздің оян қазақ сияқты. Так, давайте перейдем теперь на анализ в русском языке. Everything should be erased, so you'll understand everything. Is everything understandable over here? So, everything is clean, so let's start. Давайте перейдем на анализ на русском языке этого текста, первой части. Так, здесь у нас первым идет 0, book, да? Against slavery.
Здесь, значит, у нас дается информация про книгу. Какая книга? Книга против... Книга против... Здесь у нас есть перевод, чтобы было рабство. Легко, да, легче. Мы сделали перевод. Так, поэтому вот вариант у нас дан уже. Так, вот book. В этом задании очень важно смотреть на ключевые слова. Ключевые слова всегда будут вам помогать, поэтому нужно уметь с ними работать. Так, давайте сперва нужно все эти варианты разобрать, чтобы понять каждого из них. Первое. Each night after putting her 6 children to bed, she works on her novel. Каждый вечер, после того, как она усыпала своих детей, да, усыпила своих детей, она работала над своей новеллой. She, значит, у нас про женщину, то, что она над новеллой работала. Здесь у нас идет информация про slaves, то, что кто они такие, who are they, да. Здесь у нас уже не надо. Disagreements — это у нас недопонимание. North and South. Вот маркерные слова. Дальше yet Uncle Tom's Cabin truly played a part. То, что вот эта книга, book, она важна. Important, да? У нас информация дана здесь. Yet most northerners were not strong against slavery. То, что многие, даже если так происходит, многие здесь у нас северяне, да, не были категорически против рабства. Они в основном тоже были за. Так, здесь у нас slavery, маркетные слова, и northerners, и against, not. Так, здесь у нас copies, это у нас книга, да? Так, поехали дальше. В первом надо смотреть, когда вот такая работа с текстом, надо поставить пропущенные места, да? Нужно смотреть на предложение до и на предложение после. Это у нас там идут самая ключевая информация, подсказки. Вот. Так, здесь написано The Northern States had abolished slavery. То, что север, она была против slavery. Здесь написано наоборот. They were willing to let slavery continue. Slavery continue, чтобы она была. И чтобы она не была. Так, значит, где здесь contradiction, да? Разносторонняя информация. Вот здесь, да? Not against northerners. Одна часть была против, одна нет. Они все еще хотели, некоторые северяне, чтобы на юге это все еще происходило далее, да. Поэтому у нас здесь идет правильный ответ F. Так, поехали дальше. F мы убираем. Дальше, вот здесь второе. Смотрим предложение до. Stowe was determined to make people understand that slavery was evil. Типа ее цель, она начала, да, determined — это старт, синоним. Чтобы люди понимали, что такое evil — это плохо, да, это зло. И дальше, здесь, значит, что она потом делала? Она в следующем предложении, да, she told story of character. Story, значит, она уже то, что она делала в книге, да, далее. Значит, здесь где у нас информация про нее? Здесь у нас информация про нее в первой части, да, в первом предложении. Значит, здесь each night after putting she. Здесь, значит, идет то, что она делала. Дальше, третье. Предложение до смотрим. Uncle Tom's Cabin was published in 1852. То, что вот у нас introductory information about Uncle Tom's Cabin. То, что вот информацию дают. Потом у нас идет, значит, информация про эту книгу должна быть, да, book. Здесь где у нас про book? У нас уже есть. Здесь у нас про slave, да. Здесь у нас про книгу played a part. А здесь именно что с ней случилось, то, что они sold. Sold, потому что people, да, они распродались, потом они все эти книги дошли до людей, и они жестко на него отреагировали. Поэтому идет Так, G. Потому что вот книга, sold, и потом результат, да? Так, дальше. In the South, many people were very angry.
на юге многие люди были злы. By 1862, the two sections of the country were at war. Они были на войне, да, в начале войны. Так, war это у нас минус. Негативная информация. Где у нас негативная информация? В D. Негативная информация. Поэтому здесь идет D. То, что вот начальная информация, да, то, что disagreements between North and South grew, она росла, да, недопонимания росли, потом это повлекло за собой войну, в конце концов. Дальше, в пятом. Of course, the Civil War had many different causes. Конечно, гражданская война имела разные причины. Так, какие причины? Которые из них у нас подходят под причины из этих вариантов? Так, в B это у нас что такое slaves, оно не подходит, остается E, да? То, что Uncle Tom's Cabin surely played a part. То, что все же хижина дяди Томас, несомненно, сыграла свою роль. То, что она была важна как одна из причин возникновения этой войны, потому что оно открыло сознание людей, и они начали понимать, что это такое, что это плохо, и они начали более быть против того, чтобы у людей в стране были slaves, да? Они начали более ценить людей. Так, здесь у нас идет перевод на казахском языке и дальше на русском языке, чтобы вам было удобно работать. Продолжим. Use of English. Здесь у нас оценивается лексика и грамматика английского языка ученика, насколько он все это хорошо знает. Давайте начнем с нулевого ответа. У нас здесь написано how pollution. Для этого надо прочитать предложение. Every time we turn on television or open newspaper, there are new horror stories about how pollution has an adverse effect on our planet. Здесь вот how это как, да, какие эффекты дает pollution, загрязнение. What pollution не получится, да, вот потому что существительное. Там, чтобы оно прилагательное было, вот kind of, да, нужен. Или which это которую, which pollution, which case, да, например, could affect. Да. Здесь не подходит по переводу. Так, поехали дальше. Poisonous gases from factories destroy the ozone layer, contributing to the greenhouse effect, which results. Так, здесь который из них подходит? Global warming. Здесь больше подходит какое время? Past simple, вторая форма, либо future simple, либо present simple. Ну, здесь подходит present simple, потому что подсказка в первой части. Poisonous gases from factories destroy. Это V0, вот множественное число, да? И вот здесь in global warming это тоже идет как факт, да? Что является результатом глобального потепления, да? Потому что это происходит каждый день, или можно еще рассматривать как факт, потому что часто это тоже происходит. Так, поехали дальше. However, we, да, седьмое. Must to, need, can. Do all something to protect the environment. Однако мы должны, или can, можем делать все вместе что-то, чтобы защитить нашу окружающую среду. Так, ну здесь подходит у нас вот эти два варианта. Can это не можем, да, просто потому что просто мочь здесь не подходит ввиду того, что у нас это серьезный случай, environmental issue, и надо решать эту проблему, поэтому просто ты можешь это сделать, это у нас не подходит, не нужен. Так, по must to, need, здесь у нас модальные глаголы, да, modal verbs. У нас есть правило, то, что после них to не используется. После них, когда глагол используется, без to. Значит, у нас подходит need. Need у нас тоже
модальный глагол. Так, дальше восьмое. Читаем предложение. For a start, we should try to conserve energy resources such as oil and coal by turning down our central heating and air conditioning or making more or less much more use of our cars. Давайте переведем, да? Для начала мы должны постараться conserve, сохранить энергетические ресурсы, такие как масло и coal. Это у нас дальше turning down our central heating. Это у нас означает то, что мы должны снизить количество употребления центрального отопления, а дальше также air conditioning, да, или использовать какое-то количество машин. Использовать количество машин. Так, здесь который из них подходит? Чтобы решить проблему, что подходит? More не получится, more это много, much more намного больше, less меньше, да? Less подходит. Less это у нас сравнительная часть, more тоже сравнительная часть. Есть еще превосходные части, да, вот у нас comparative, superlative forms. Здесь у нас comparative form, little, less, the least. Так, поехали дальше. 9. Читаем само предложение. Thirdly, we can join pressure groups such as Greenpeace or Friends of the Earth, which can be very effective. Дальше, persuading governments to adopt greener policies. Дальше, третье, это у нас способы борьбы с environmental issues, да, с окружающими проблемами, с проблемами окружающей среды. Так, там первое, второе, третье. Третье у нас мы можем соединиться к pressure groups, специальные группы, да, такие как группы давления, да, такие как Greenpeace или Friends Земли, да, что может быть очень эффективным. В чем? Чтобы persuade, убедить government, министерство, да, государство, to adapt greener policies, чтобы они адаптировали более такие зеленые policies, законы, да, чтобы они начали с этим работать. Так, здесь у нас effective can be effective in persuade, in, да, effective in persuading. В убеждении, да, если перевод делать, то больше подходит в. To persuade не подходит. Of persuading тоже of, эта часть не подходит, да. Например, lack of something, там, в других вариантах можно использовать of. Так, 10. The basic message we should all bear in head, memory, mind is this: think globally, act locally. Так, самая главная мысль, да, это у нас то, чтобы мы все, что мы должны все понять, да, заключить в уме, то, что мы должны думать глобально, но действовать локально. Так, здесь у нас это устойчивое выражение, поэтому bear это у нас рождаться, да, be born, это неправильный глагол. I was born, вы, может, знаете, да, это третья часть, когда вот passive voice. Bearing in mind, это у нас устойчивое выражение, которое надо знать. Bear in memory, такого нету. Bear in mind, у него значение то же самое, что memory. Просто слово посложнее идет, как устойчивое выражение. Bear in head, такого слова тоже не бывает. Так, ендігі қазақша талдауына өтіп кетсек, бізде 0-ші ответ берілген how pollution. Неге how? Өйткені бұл жерде аудару керек. Аударғанда осы how деген сөздің неге қалай келетінін түсінуге болады. Бұл жерде бізде не деп тұр? New horror stories, көптеген қорқынышты историялар бар дейді. Қалай бізге вот pollution бүліну, adverse effect on our plant, бізге осы бүлінудің қалай жаман эффект әкелетіні туралы ақпарат беріледі екен біздің планетамызға, иә. Қалай әкеледі, да?
Бұл жерде енді what әкеледі болмайды да, нені әкеледі емес, which нені қайсына келеді, ол да келмейді, иә. Енді ары қарай кетсек, бұл бізде текст environmental issues, яғни қоршаған ортадағы мәселелер туралы қозғайды. Ендігі алтыны табу үшін біз осы сөйлемді басынан бастап оқу керекпіз. Poisonous gases from factories destroys ozone layer, contributing to the greenhouse effect, which. Бұл жерде resulted, will result. Қайсы келеді? In global warming. Бұл жерде бізде results келеді, өйткені бірінші бөлігінде gaze көпше түрде destroy present simple да тұр. Сол үшін бұл факт, да? Бізде газдар, факторидан шыққан газдар қоршаған ортаны, озон лейерді бұзып жатыр екен, иә. Ол ары қарай greenhouse gas effect, яғни парниковый эффектке әкеледі екен. Which results, бұл да факт. In global warming. Will result это болашақ түрі, иә, келер шақ. Resulted past simple. Бұрында болып кеткен әрекет. Так, ары қарай кеттік. 7-ші. However, we need немесе must to, немесе do all something. Бұл жерде неге қараймыз? Бұл бізде модальный етістіктер. Модальный етістіктерде біз модальный етістіктің ережесін еске түсіруіміз керек. Модальный етістіктердің ерекшелігі басқа етістіктерден. Одан кейін to деген частица қойылмайды. Ол тусыз қолданылады, яғни сіз you must not cry или немесе you must drink water in order to be healthy. Да, сен су ішуге міндеттісің, өйткені денсаулыққа байланысты, иә. Need нужно, міндеттісің. Can можешь, істей аласың. Can келмейді, өйткені сен қоршаған ортаны қорғау үшін, иә, істей аласың деген дұрыс емес. Өйткені бұл жерде олар қоршаған ортаның проблемаларын шешуге тырысып жатыр. Және де бұл жерде істей аласың деген кішкене мағынасы келмейді. Сол үшін бізде дұрыс ответ Б болып келеді. Ары қарай 8 табайық, ол үшін сөйлемді оқимыз, да. Біз оқыдық, енді аударып көрейік. Бастау үшін біз we should try to conserve energy resources. Біз энергия ресурстарын сақтай білуіміз керек. Және де ол орталық отопленияны да азайтуымыз керек. Немесе машиналарды қалай қолдану керекпіз? Аз қолдану керекпіз, да? Азырақ қолдану керекпіз. Машинаны біз көп қолдана алмаймыз, more, much more келмейді, иә, сол үшін. Less салыстырмалы түр бізде болып келеді. Ары қарай 9. 9-да табу үшін біз осы сөйлемді бастан бастап оқимыз. Thirdly, яғни бұл жерде біз осы қоршаған ортадағы проблемаларды, мәселелерді шешудің үш жолын бізге айтып жатыр екен. Үшіншісі, біз көптеген әлеуметтік группаларға қосыла алады екен біз. Greenpeace, Friends секілді, иә. Және де бұл жерде біз we can be very effective in persuading to persuade governments. Бұл жерде effective in жақсы келеді. Біз эффективный бола аламыз адамдарды көндіру үшін. Бұл жерде government государствоны, мемлекетті көндіру үшін. Effective in persuading келеді. Так. Ары қарай. Of persuading де болмайды. Of, потому что бірден алып шығу. To persuade да болмайды. Ары қарай. 10-шы. The basic means we should all bear in mind. Неге memory, неге had емес, өткені bear in mind, еске сақта, бұл бізде тұрақты сөз тіркесі. Оны жаттап алу керек, оны білу керек, оның мағынасы memory, you should have a memory about it. Bear in had деген сөз болмайды. Енді ары қарай өтіп кетейік. 2-ші бөлім бітті. Ендігі 3-ші бөлімге
кірсек, үшінші бөлімде бізде writing, яғни суреттің сипаттамасы бөлімін бағалау критерийлары болды. Бұл жерде біз суретті сипаттап кету керек едік. Суретті сипаттамастан бұрын біз критерийлармен танысып шығайық. Критерий бойынша бізде жоспардың барлық бөлімдерін ашып, кем дегенде 5 сөйлем берілсе, яғни 5 сөйлемнен артық берілсе, 7, 8, 9, онда сіз сұраққа жауап берді деген сөз. Ал егер де осы берілген бөліктен аз болса, немесе 3 сөйлем, тек қана бір жағы ғана ашылған, бір бөлімі ғана ашылған болса, онда тек қана 10 аласыз, жартысын аласыз, немесе одан аз. Критерии оценивания раздела описания картинки. Здесь все зависит от того, сколько вы предложений написали, насколько они грамотно развернуты, да, и насколько вы открыли все эти рисунки, да, раскрыли. То есть вам было дано 3 фотки, да, разных людей, и надо было описать их место, где они находятся, action, какое они действие делают в данный момент, и также его внешний вид, appearance, whether you like the picture or not, вам нравится это фото или нет, надо было сказать, и почему эта фотка вам нравится или не нравится. И надо было написать, начать ваше описание с этих слов. Вам можно было бы найти только одно фото, да? Потому что все 3 фото описать очень сложно, быстро. Поэтому вы должны были выбрать одну фотку и его описать. Choose one photo and describe it. You should make up a story in full 5 sentences. You get 4 points for each correct written sentence. Так, давайте посмотрим. Я написала примерный ответ того, как может выглядеть описание, да? Так, бұл жерде біз writing-та суретті сипаттау кезінде осы 3 суреттің біреуін таңдап, оны суреттеу керек едік. Бұл жерде суреттегенде біз оның осы адамның қай жерде орналасқанын, қандай іс-әрекет істегенін, оның бет әлпетін, түрін, содан кейін сіз осы сурет сізге ұнады ма, жоқ па, және де неге деген сұрақтарға жауап беру керек едіңіз. Және де осы сипаттаманы осындай сөздермен бастауға болады екен. Бірінші сөйлемде бізде бала телефонға қарап музыка тыңдап отыр, құлағында құлаққабы бар. Екіншісінде бізде жас әйел адам йогамен айналысып жатыр, паркте. Үшіншісінде бізде доктор. Сонымен осы sample descriptions-тарды оқып шығайық. Sample descriptions of the photos. I would like to describe picture 1. The picture shows a young boy with blonde hair sitting in his bedroom wearing headphones and looking at his phone. It seems really funny. The light atmosphere in the room is quite good and I like his enjoying himself mood. Бұл жерде біз барлық сұрақтарға жауап беруге тырыстық, яғни қай жерде отыр, да, place in his bedroom. Сосын action, ол не істеп жатыр? Headphone киіп, телефонға қарап жатыр. Одан кейін appearance, это blonde hair, да? Young blonde hair boy. Содан кейін сіздің ойыңыз, сіздің отношениеңіз. It seems really funny. Бұл сіздің әсеріңіз. Қандай әсер алдыңыз осы суретті көргенде. Одан кейін why? Неге сізге осы сурет ұнап қалды? Өйткені the light atmosphere in the room. Бөлмедегі жарқын атмосфера, яғни көңілді жақсы атмосфера, және де осының жақсы екенін айтып тұрсыз, және де and I like his enjoying himself mood. Осы адамның өзімен өзі рахаттанып отырғанын, жақсы көріп қалғаныңызды да айтасыз. Ары қарай екінші суретте I would like to describe picture 2.
Number 2, the picture shows a young, beautiful woman doing yoga in the park. She looks very happy and relaxed as she practices her yoga. I really like her mood and peaceful green place. Ну, аудармасын түсіндіңіз деген ойдамын. Оңай жазылған, қиын емес. Бұл жерде ең бастысы грамматика, пунктуация және де сөйлемдерге сіз берілген сұрақтарға жауап беруіңіз, иә. Тиянақты, тұрақты түрде және де артық сөз болмауға тырысу керек. Үшіншісі, I'd like to describe picture 3. The picture shows a handsome Indian doctor who seems to really enjoy his job. He has an open and friendly attitude towards his patients. I like the way he speaks to people and his dedication to his work. Так, в третьей части вы должны были описать картинки. Здесь у нас, надеюсь, что все понятно, на английском языке написала примерные ответы. Здесь, особенно в первом, можно понять то, что в первой части я старалась вот blonde hair sitting, да, young boy, это у нас описание человека, person's appearance, и где in his bedroom, place, wearing headphones and looking at his phone, то, что он делает, the action, and then it seems really funny. It is your attitude to the picture. Почему вам он нравится или не нравится. Здесь вы говорите, почему он нравится, why, да, последний вопрос. Потому что в комнате такая легкая атмосфера, да, яркая атмосфера, и типа хорошо, и вам нравится то, что он наслаждается собой, да, этот мальчик. Остальные три ответа похожие, то же самое, отвечают на все три вопроса, при этом описывая картинки эти. Так, надеюсь, что все понятно. I think that you understood everything. So, hope to see you in the regional analysis of the Olympiad just erudite. Bye. See you soon. I hope that you liked everything, that you understood, and if you have any questions, you're open to ask the questions, to leave the comment below this video in the YouTube, in the comment section, and we'll try to answer your questions. Следующим идет математика. Спасибо, до свидания. Сәлем, мен есімім Камал Данияр. Мен жас эрудит олимпиадасының есептерінің құрушысымын, және де бүгін сіздерге талдайтын боламын. Здравствуйте всем, меня зовут Камал Данияр, являюсь составителем задач Олимпиады жас эрудит. Сегодня будем разбирать задачи первого этапа этой олимпиады. Бірінші біз әр есепті қазақша түсіндіретін болам, ары қарай орысша, қазақша ауыстырып тұрам. Сперва начну на казахском. Каждую задачу будем разбирать и на казахском, и на русском. Ну, сперва на казахском, а потом на русском. Енді уақытты алмай тез бастайық. Жалпы бірінші есеп бізде кесте белгілі бір ережемен толтырылған. Сол ережені табыңыз дейді. Бізде қандай ережелер болуы мүмкін? Ережені жалпы табу үшін барлық сандарға қарап шығу керек. Біз шамамен 2 есе үлкен екенін мұнда көрсек болады. Және де бізде жауаптар берілгендіктен жауаптармен де жұмыс жасасақ болады. Енді 1-ді 2-ке көбейтіп 1-ді қоссам 3 шығады. 2-ні 2-ке көбейтіп 1-ді қоссам 5 шығады. 3-ті 2-ке көбейтіп 1-ді қоссам 7 шығады. Біздің кестедегі ережені осылай жалпы тапсақ болады. Сонда жауабы А болады екен. Первая задача у нас дана, в первой задаче дана у нас таблица, которая заполнена по какой-то закономерности. Нам нужно найти эту закономерность. Чтобы найти, нужно смотреть на общую картину. Но здесь примерно понятно, что каждое число умножается увеличивается примерно в 2 раза. Получается у нас варианты или 3, или 2. Но давайте проверим. У нас есть вариант ответов. 1 умножаем на 2 плюс 1, получаем 3. 2 на 2 умножаем плюс 1, получаем 5. 5, например, последнее, да? Умножаем на 2, плюсуем 1, получаем 11. То, что тут написано, значит ответ А. Енді екінші есепке келетін болсақ, төмендегі боялған бөлікке сәйкес ондық бөлшекті табыңыз. Ондық бөлшек дегеніміз жай бөлшектің айырмашылығы бізде бөлгішіміз ол 10, 100, 1000,
және ары қарай, иә. Демек бізде мұнда жалпы клеткалардың санын табу керекпіз. Мұнда 10-да 10, демек 100, және де боялғандарды санап шығатын болсақ, бізде 100-ден 46 шығады, немесе 0,100-ден 46. Енді қайсысы сәйкес келеді десек, біріншісі жоқ, соңғысы да жоқ, өйткені онда бізде 1000-нан 46, ал 1000-нан 460 пен 100-ден 46-ның айырмашылығы жоқ, өйткені біз мынау 0 ештеңені білдірмейді, егер де ол ең соңында жазылса. Вторая задача, здесь у нас нужно найти десятичный дробь, который соответствует закрашенной части нашей фигуры, да? Ну, десятичный дробь — это у нас дроби со знаменателем 10, 100, 1000, 10 тысяч и так далее, да? Получается, нам нужно посчитать, сколько всего здесь клеток. Но здесь 10, 10, получается 10 умножаем на 10, 100 клеток. Из них, если посчитать, закрашено именно 46. Получается, это у нас 46 сотых или 0,46 сотых. Но из вариантов у нас подходит вариант С, потому что 46 сотых и 460 тысячных это одно и то же. Почему? Потому что можно сократить на 10. Мы знаем, да? Если мы числитель и знаменатель умножаем или делим на одно и то же число, то от этого значение дроби не меняется. Үшінші кезекке келетін болсақ, Эльвира Мегаға барып, дүкенде 25% жеңілдік жазуын көрді. Белгідегі ақпаратқа сәйкес тұжырымды таңдаңыз. Яғни жеңілдік деген сөз ол азайту керекпіз, скидка деген сөз. Енді 25% дегеніміз не? 25% дегеніміз пайыз деген жалпы 100-ден бөлігі, 100-ден 25, 25-ке қысқартатын, мұнда 25-ке қысқартатын болсам, бізде 4-тен 1 шығады. Демек, заттың 4-тен 1-не жеңілдік болатын болса, 1-ден азайтам, демек, жаңа баға ол 4-тен 3. Ескі бағаның 4-тен 3-не тең болады. Сонда жауабы Д. Третья задача, это у нас задача на процент. Эльвира, сходив в торговый центр Мега, увидела надпись «Скидка 25% и сразу же, наверное, купила, да, что-то. Выберите правильное описание этой надписи. Мы знаем то, что скидка нужно отнять. 25%, процент это у нас сотая доля чего-то. Значит, это у нас 25 сотых, на 25 сокращаем, получаем 1/4. Значит, 1/4 чего-то это скидка. А чтобы понять, сколько у нас осталось, какая новая цена, да, от единицы, от полного нужно отнять долю. Получаем 3/4. Получается ответ Д. Новая цена составляет 3/4 часть старой цены. Думаю, все понятно. Төртінші есеп. 3, 0 және де 8 цифрларын қолданып, цифрлары қайталанбайтын неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Енді 3 таңбалы сан дегеніміз ол жерде 3 цифр бар, оларды қорапшалармен белгілесем болады. Енді бірінші қорапшаға қандай сандарды жазалам? Естеріңізге түсірейік, сан 0-ден басталына алмайды. Демек, мен тек қана бұл жерге 3 немесе 8-ді қойалам. Келесіне 3, 0, 8 кез келгенін қойалам, және де соңында 3, 0, 8 кез келгенін қойалам. Бірақ ескере кететін нәрсе, біз цифрлары қайталанбайтын болу керек. Жазып шығайын. Біріншісі, енді 3-тен бастап көрейін. 3 болса, келесісі бізде 0 болады, және соңғысы міндетті түрде 8 болу керек, өйткені мен цифрларды қайталанамаймын. Немесе 3-тен басталса 3, 8, 0 болады. Түсінікті, е? Ал 3, 3, 0 бола алмайды, өйткені 3-ті қайталауға болмайды. Мынау вариант болмайды. Келесі, ол бізде неден басталады? Тағы да 8, 0, 3 немесе 8, 3, 0. Демек, менде жалпы 4 қана вариант бар екен. Четвертая задача, это у нас задача на составление чисел. У нас есть цифры 3, 0, 8. Нужно посчитать, сколько трехзначных чисел можно составить без повторения. Это очень важно. Теперь трехзначное число это у нас состоит из 3 цифр. Мы это знаем. Первая цифра у нас сколько вариантов? Какие варианты у нас есть? 3 и 8, да? Потому что 0 не может быть, потому что число не может начаться с нуля. Потом 3, 0, 8, 3, 0, 8. Но
очень важно здесь подчеркнуть то, что нельзя повторять цифры. Получается, если начнем с 3, следующая цифра не может быть 3, да? Значит, там 0 или 8. Допустим, 0, 8, или наоборот. 3, 8, 0. Получается только два варианта. Если с 8 то же самое, 8, 0, 3 или 8, 3, 0. Получается всего у нас 4 варианта ответа. 5-ші есепке келетін болсақ, 5-ші есеп бізде теңдеу. Теңдеуді шығару үшін бұл жағдайда біз енді x-тарды біріктіру керекпіз. X бізде белгісіз мүше, ол үшін бізде ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда 3-тен берем, мұнда 2-ден берем. Сонда менде 3x азайтылған 2x астында 2 мен 3-ті көбейткен кезде 6 болады. 2x минус 5, 6. Енді алымда бізде 2 бөлшек бар, байқасаңыз, 2 бөлшектің бөлімдері бірдей. Бөлімдерін демек қысқартып тастасам болады. Ал алымы 3x-тан 2x азайтқан кезде не болады? X болады. X сонда тең болады 2x азайтылған 5-ке. Енді x-ті мұнда жіберем, азайтылған 5-ті керісінше сол жаққа жіберетін болса, менде 5 тең 2x азайтылған x, яғни x тең 5-ке шығады. Жауабы А екен. Пятая задача, это у нас последняя из легких задач. Здесь нужно найти x, получается это уравнение. Чтобы найти x, их нужно объединить, получается x деленное на 3, x деленное на 2 минус x деленное на 3 равняется 2x минус 5 шестых. Да? Получается, здесь нужно, так как это у нас дроби, нужно привести к общему знаменателю. Получаем, здесь умножаем на 3, здесь на 2. Получится 3x минус 2x деленное на 3x минус 2x шестых. И здесь 2x минус 5 шестых. Здесь заметим то, что две дроби, они равняются друг другу. И они имеют одинаковый знаменатель. Значит, их можно сократить. Получается, 3x минус 2x это что? Это просто x. 3 яблока минус 2 яблока, это у нас будет x. Одно яблоко, да? Это равняется 2x минус 5. А дальше несложно понять то, что x можно отправить налево, а минус 5 направо. Получаем 5, это у нас 2x минус x. Потому что когда мы меняем стороны чисел, то меняется знак на противоположный. Получается x это 5. Можно проверить, но так как мы знаем то, что это правильный ответ, можно идти дальше. Енді 6-шы есеп. Бізде 9 таңбалы ең үлкен санды 3 таңбалы ең үлкен санға бөлсек неше шығады? Енді 9 таңбалы сан дегеніміз, ол жерде бізде 9 жәшік бар деген немесе қорапша, иә? 3 тағы да біреу керек екен. Әр жәшікке біз цифр жазу керекпіз, және де ол жерде мен ең үлкенді іздеп жатқандықтан әрқайсысына мен нені жаза аламын? 9-ды жазып шықсам болады. Сонда менде ең үлкен 9 таңбалы сан, 9 цифрдан тұратын сан, ол 999 миллион 999 мың 999. Ең үлкен 3 таңбалы сан, дәл сол логикамен жасайтын болсам 999, яғни 999 болады. Сонда 999 миллион 999 мың 999-ды 999-ға бөлетін болсам, мұнда бөлсек, бағанмен бөлсек болады. Жалпы негізі жауап А шығады. Яғни миллион мың бір. Мен ойымда шығарып тастадым деп айтса болады. Келесі. Так, 6-я задача. Это здесь нужно поделить наибольшее девятизначное число на наибольшее трехзначное число. Девятизначное число, это число состоит из 9 цифр, можно сказать, здесь у нас 9 ячеек, на каждой ячейке у нас должна быть какая-то цифра. А так как мы ищем наибольшую, наибольшая цифра это какая? Это 9, значит здесь 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Получается, наибольшее девятизначное число это 999 миллионов 999 тысяч 999. Аналогичным образом можно понять то, что трехзначное число и наибольшее трехзначное число это
999. Если их поделить, у нас получится ответ А. 1,1001. Енді жетінші есепке келетін болсақ, жетінші есепте бізге өрнектің мәнін табу керекпіз. Бұл жерде өте маңызды нәрсе дәреже не екенін білу және де амалдардың реті. Ең бірінші бізде жақшаның ішіндегілер орындалады. Одан кейін дәрежеден кейін көбейту, бөлу орындалады. Одан кейін қосу, азайту. Солдан оңға ұмытпаймыз. Демек, дәреже дегеніміз не? Дәреже дегеніміз, мысалға 3-тің кубы, ол астында тұрған санды өз-өзіне қанша рет көбейтемін? 3 рет көбейтемін. Төбесінде тұрған сан, ол неше рет көбейту керек екенін көрсетеді. Демек, бұл жерде 3-тің кубы, яғни 3-тің 3 дәрежесі бізде 27 шығады. Енді амалдардың реті бойынша бірінші жақшаны тауып көрейік. 27. Азайтуды орындамаймыз. Бірінші дәрежені орындадық, енді көбейтуді орындаймыз. Өйткені дәрежеден кейін көбейту кетеді. 2-ні 7-ге көбейтетін болсам 14 азайтамын да жақша әлі тұрады. Екінші жақшаны тауып көрейік. Екінші жақшада дәрежені табамын. 2-нің квадраты ол 2 көбейтілген 2, яғни 4. Азайтуды орындамаймын. 5-ті 3-ке көбейтем. Менде 15 азайтылған 4 шығады. 15 азайтылған 4. Енді мынау жақшаны орындайтын болсам, менде 13 шығады. Екінші жақшаны орындайтын болсам, менде 11 шығады. Демек, жауабымыз Б, 24. В 7-й задаче нам нужно найти значение вот этого вот выражения. Так, сначала нам нужно вспомнить, какие действия выполняются первым. Это не забываем то, что всегда начинаем со скобки, потом идут степени. Это очень важно понять. А потом только умножение и деление слева направо. 4 это у нас сумма и минус слева направо. Сумма и разность, да, чисел. Получается, здесь что такое степень? Это степень просто умножения. Получается, вот число на основании умножается на себя, не забываем, не на это число, а на себя вот столько-то раз. Значит, 3 раза. Значит, получится 27. Попробуем решить первую скобку. Там у нас сперва идет степень. Да? Ну, скобку выбрали, потом степень. Получаем 27. Потом не считаем минус, а считаем вот это вот умножение. Получится 2 умноженное на 7 это 14. Отнимаем 14. Делаем то же самое во второй скобке. Получится 15 минус 2 в степени 2 это 4. И здесь посчитаем уже в скобке. Здесь получится 13, здесь получится 11. Значит, у нас ответ 24, значит Б. Келесі 8-ші есеп бізде ортақ бөлгішті табу керек. Бөлгіш дегеніміз екеуі де бөлінетін сан, де. 81 және 180. Не істеуші едік? Біз аламызда санды жай бөлшектерге жіктейміз. 81 қандай санға бөлінеді? Ол 2-ке бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді. Демек, 3-ке бөлем. 27 шығады, 27 3-ке бөлінеді. 9 шығады, 9, 3, 1. Демек, 81 деген санымыз негізі ол 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Ал 3-тер ары қарай жіктелмейді. Сол үшін олар бізде жай сандар деп аталады. Түсінікті, атомдар секілді ары қарай жіктелмейді. Негізі атомдар да жіктеледі. Ну, ладно. Келесі 180. 180-ді де дәл солай жасаймын. 180 бірақ 2-ке бөлінеді. 90 болады. 92-ке бөлем 45 болады. 45 енді 2-ке бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді. 15, 15 3-ке бөлінеді. 5, 5, 1. Ал 180 менде ол 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 көбейтілген 5 екен. Енді екеуіне ортақ жай бөлгіштерді іздеймін. Ол тек қана 3. Бірінші 3 және екінші 3. Демек, екеуіне ортақ ол 2, 3 қана. Демек, 2, 3-ті ол бір-біріне көбейтетін болсам, жауабы 9. Сонда менде басқа ортақ бөлгіштері жоқ, жай бөлгіштері жоқ. Сондықтан 81-де 180-де бөлінетін ең үлкен сан ол 9 екен. В 8-й задаче нам нужно найти наибольший общий делитель чисел 81 и 180. Очень важно, наибольший общий делитель это число, на которое делятся наши числа.
и нужно выбрать наибольшее из этих. Для этого нужно разложить каждое число на простые делители. Получается, 81 на какое число делится? На 2 не делится, но на 3 делится. На 3 делим, получаем 27. 27 делится еще на 3. 9. 9 делится на 3. 3, 3, 1. Получаем то, что 81, оказывается, это у нас 3 умноженное на 3 умноженное на 3 умноженное на 3. 4 раза умножается на 3. Дальше. Тройки дальше не разбиваются на такие делители, и из-за этого называются простыми, да? Как атомы. 180 у нас четное число, потому что оканчивается на 0, значит делится на 2. Получаем 90, делится на 2, 45, делится уже на 3, 15, еще раз на 3, 5, 5, 1. Значит 180 это у нас 2 на 2, 3, 3 и 5. Да? Общих здесь только вот эти тройки, 2 тройки, других общих простых делителей у них нет. Значит ответ у нас 3 умноженное на 3 получается А. Значит наибольшее число, на которое делится 81 и 180, это 9. Идем дальше. Тоғызыншы есеп бізде ортақ жұмысқа арналған. Данияр бір есепті 2 минутта, ал Сержан бір есепті 3 минутта шығарады. Екеуі бірігіп әртүрлі есептерді шығарса, 50 есепті неше минутта шығарады. Енді екеуінің жылдамдығы әртүрлі. Данияр 2 минутта бір есеп, Сержан 3 минутта бір есеп. Енді бізде мұнда маңызды нәрсе есептің саны берілген, бірақ біз оны уақытты бірдей қылып алу керекпіз. Қалай бірдей қыла аламыз? 2 мен 3-тің ортақ несі? Екеуіне де ең кіші ортақ еселігі ол 6. Демек 3-ке көбейтсем, Данияр менде 2 минутта бір есеп шығарса, 6 минутта менде 3 есеп шығарады. Ал Сержан 6 минутта 2 есеп шығарады. Өйткені мұнда мен 2-ке көбейтем. 3 минутта бір есеп шығарса, 2 есе көп. 6 минутта демек 2 есеп шығарады. Сонда 6 минутта екеуі бірігіп неше есеп шығарады? Екеуі бірігіп 6 минутта 5 есеп шығарады. Ортаққа келтірдік, біріктірдік екеуін. Біріктіру үшін олардың уақыттарын бірдей қылу керек болдық. Бірдей қылдық, ары қарай енді шығарамыз. 5 есепті 6 минутта шығарса, 50 есепті неше минутта шығарады? 10-ға көбейтеміз, өйткені есептердің саны 10 есе көп, демек 60 минутта шығарады екен. Соның жауабы С. Так, пришли к 9-й задаче. 9-я задача это у нас на работу совместную. Данияр решает одну задачу за 2 минуты, а Сержан одну задачу за 3 минуты. Если они вместе будут решать разные задачи, то за сколько минут они закончат 50 задач? Получается, Данияр одну задачу за 2 минуты решает. Сержан одну задачу решает за 3 минуты. Теперь у нас есть 50 задач. Непонятно, кто сколько решит, когда они будут вместе решать. Из-за этого нам нужно найти их совместную скорость. Совместная скорость, это у нас, для этого нам нужно их приравнять время, да? За какое-то количество времени они сделают какую-то работу или решают столько-то задач. Получается 2 и 3 умножаем друг на друга, получаем 6. Первое, значит, если Данияр решает одну задачу за 2 минуты, значит решает 3 задачи за 6 минут. Понятно, да? На 3 умножаем, это у нас прямая пропорциональность. Теперь Сержан одну задачу решает за 3 минуты. Получается, за 6 минут Сержан решает сколько задач? 2 задачи, потому что здесь, за 3 минуты одну задачу, еще 3 минуты, значит еще одну задачу. В сумме будет 2 задачи. Значит, если они будут вместе решать, получается 5 задач за 6 минут. Понятно, да? Теперь у нас сколько задач есть? 50 задач, сколько минут?
Ну, давайте попробуем здесь понять. Ну, здесь у нас количество задач в 10 раз больше. Ну, можно предполагать то, что количество времени тоже будет в 10 раз больше, значит 60 минут. Ответ С. Келесі бізде тағы да қиын пайызға келесі 10 есеп бізде қайтадан сол пайызға байланысты, бірақ күрделенген түрі. Зерде орталығында оқушылар саны жыл сайын 10 пайызға өседі. Егер осы жылы оқушы саны 4235 болса, 2 жыл бұрын оқушы саны неше болды дейді. Қазір бізде 4235 оқушы бар болса, және де жыл сайын 10 пайызға артып отыр. Өте маңызды, бізде мысалы оқушылар саны кез келген нәрсе болсын, қорапша деп алсақ та болады, біз белгісіз санды кез келген нәрсемен белгілесек болады. Оған 10 пайыз қосылды деген сөз не деген сөз? Пайыз бізде ол, егерде бір нәрсеге 10 пайыз қосылатын болса, ол нәрсенің өзін толық 100 пайыз деп аламыз. Яғни ескі бізде 100 пайыз болатын болса, жаңа пайыз бізде 110 пайыз болады. 110 пайыз болады деген не сөз? Заттың пайызын табу үшін не істеуші едік? Жай ғана көбейте саламыз. Сондықтан зат 10 пайызға артты деген сөз, ол 110%-ке пайызға көбейту керекпін деген сөз. Пайызды ондық бөлшекке ауыстыратын болсам, демек 1,1-ге көбейту керек. Енді байқасаңыз, бізде 2 жыл бұрын қанша болғанын сұрап тұр. Демек, 2 жыл бұрын бізде қорапша болса, ол 2 рет бірінші жылы 1,1 есе көбейді, өткені 10 пайызға артты. Және де тағы да екінші жылы 1,1-ге тағы да көбейтеміз, өткені тағы да 10 пайызға артқан кезде бізде 4235 шықты. Демек, қорапша ол 4235-ті 1,1-ге 2 рет бөлу керекпін. Егер де санайтын болсаңыздар, бізде жауабы Б 3500 шығады. Так, 10-я задача. Здесь опять-таки задачи на проценты, но задачи сложнее, чем у нас было до этого. В центре Зерде, оказывается, каждый год количество учеников увеличивается на 10%. Если в этом году в центре 4235 учеников, сколько было учеников 2 года назад? Теперь вот смотрите, допустим, у нас 2 года назад было там n количество учеников, можно написать там x, можно написать без разницы что. Ну давайте просто вот это у нас количество учеников, это у нас ячейка, можно сказать, или квадрат, прямоугольник, без разницы. Теперь прибавляется 10%. Что это означает? Это означает то, что вот это вот само искомое число нужно брать за 100%. Если 10% прибавляется, у нас процент меняется на 110%. А как мы находим процент чего-то? Вот смотрите, у нас было 100% и стало 110%. Значит, нам нужно найти 110% от вот этого. Чтобы найти процент, мы всегда просто умножаем. Получается, у нас есть коробка, умножаем на 110%. 110% это у нас 1,1, да? Получается, первый год это у нас 1,1 умножаем. Еще раз второй год меняем на 1,1 умножаем. И в итоге у нас получилось 4235. Ну, это у нас 2 года вот так вот увеличивается. Значит, коробка это у нас 4235 нужно поделить на 1.1, 1.1 2 раза, потому что это у нас нужно найти количество учеников 2 года назад. Ну, здесь по подсчетам получится ответ Б 3500. Енді 11-ші есепке келетін болсақ, бізде бір фигура берілген, сол фигураның ауданын табу керек. Мұнда байқасаңыздар, бір клетканы 2 сантиметр қылып алу керек. Яғни мұнда да 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр, бүкіл жерде 2 сантиметр. Бұндай есептерді шығару үшін біз не істейміз? Толық ауданды бірінші тауып аламыз. Толық аудан дегеніміз, мынау бізде қорапша болсын. Қорапшада мына жерде бізде 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр. Демек, ұзындығы 8 сантиметр, ені үшеу, демек
6 сантиметр. Жалпы аудан бізде 8-ді 6-ға көбейтетін болсам 56 емес 48 сантиметр квадрат болады. Енді бізде байқасаңыз, мына екі бөлік алынып тасталған. Ол екі бөлік ненің бөліктері? Ол бізде байқасаңыздар, мына екеуін қосқан кезде бір клетка шығады. Демек 48 сантиметр квадраттан бір клетканы азайтып тастау керек. Бір клетка менде 2-де 2, яғни 4 сантиметр квадрат алып тастаймын. Сонда менде жауабы 44 сантиметр квадрат шығады. Жауабы Д. Так, в 11 задаче нам нужно найти площадь данной фигуры. Заметим то, что одна клетка здесь 2 сантиметра, значит здесь тоже 2 сантиметра, здесь тоже 2 сантиметра и так далее. Чтобы решить такую задачу, нам нужно сначала найти общую площадь. Это получается, допустим, у нас прямоугольник целый, значит здесь 4 клетки, это 8 сантиметров, здесь 6 сантиметров, значит общая площадь это 8 на 6, получаем 48 сантиметров в квадрате. От него нужно отнять вот эти вот две маленькие частицы, но нужно заметить то, что если объединить эти две маленькие частицы, у нас получится, ну вот смотрите, можно вот так вот понять. Вот так вот поделим. Вот эта часть и эта часть одинаково, эта часть одинаково, то же самое это одинаково. Значит, вот эта часть это половина клетки. Эта часть тоже половина клетки, значит, нужно отнять одну целую клетку. Одна целая клетка это у нас 2 на 2, 4 сантиметра квадрат, значит, отнимаем 4 сантиметра в квадраты, получаем 44. Идем дальше. Бізде 12-ші есепте зерде сөзінің әріптерін қолданып неше екі әріпті сөз құрастыруға болады. Сөздердің мағынасы болуы шарт емес. Енді қараңыз, бізде екі әріптік сөз, қайтадан сол қорапшаға келетін болсақ, екі қорапша болсын. Әр қорапшаға қандай әріптерді жазалам? З деген әріп жазалам, Е деген әріп жазалам, Д және де Д, Е. Енді қайталамас үшін 4 әріп. Дәл солай. З, Е, Р, Д. Мұнда да 4 әріп. Демек, мұнда кез келген әріпті қойалам, мұнда да кез келген әріпті қойалам. Сонда менде З, З, Е, З, Р, З, Д. Демек, мына жақтағы бір әріпке, мына жақтағы 4 әріп болады. Ал бізде мына жақта 4 әріп болған үшін 4-ті 4-ке көбейтемін де, жауабы сонда бізде 16 шығады. Так, в 12-й задаче нам нужно найти количество слов, которые мы можем составить из букв зерде. Здесь забыли написать, там должно было быть слова состоят из двух букв. Получается у нас, допустим, 2 коробки, и в каждой коробке у нас есть какая-то буква. Какие буквы можно написать? З, Е, Р, Д, Е. И так как здесь Е одинаково, можно вторую убрать. Здесь то же самое, З, Е, Р, Д. Получается по 4 варианта. Вот смотрите, нам можно выбрать любую букву отсюда, допустим, З, да? И здесь тоже можно будет выбрать любую букву. Значит, З можно написать как слово, З, Е можно написать как слово, З, Р и З, Д. Получается, одну букву сюда, если к одной букве отсюда, можно прикрепить 4 буквы отсюда. Получается, так как здесь всего 4 букв, значит у нас ответ 4 умножаем на 4, значит 16 всего слов. Ответ Д. Так, 13 задача. 13-ші есепте бізде анасы үйдегі ұялы телефонның сынғанын естіп, 3 ұлын өзіне шақырып, кім сындырғанын сұрады. Асан телефонды Үсен сындырды, Үсен телефонды Хасан сындырды, ал Хасан телефонды сындырған мен деп айтты. Енді 3 баласы осылай жауап берді. Егерде 3 ағайынның біреуі ғана шындықты айтып, қалғандары өтірік айтса, телефонды сындырған кім? Мұнда байқасақ, бұл логикалық есеп болып саналады. Мұнда айтылған сөздердің, сөйлемдердің, тұжырымдардың тек қана біреуі тұр. Бірақ байқасаңыз, екінші және үшінші сөйлем бірдей. Екеуі де нені айтып тұр? Екеуі де телефонды Хасан сындырды деп тұр. Демек, екеуі де бірдей болса, және де бізде тек қана біреуі ғана шындықты айтатын болса, екеуі де өтірікті айтып тұр. Демек, өтірік, ал шындықты айтып тұрған бізде Асан.
демек егер де Асан шындықты айтса, Асан не деп айтты? Үсен сындырды деді, демек телефонды Үсен сындырған екен. 13-я задача у нас логическая. Мать заметила, что ее телефон сломан, и она вызвала к себе 3 сыновей и спросила, кто сделал это. Асан сказал, телефон сломал Үсен. Үсен говорит, это был Хасан. А Хасан сказал, что это я. Если известно то, что только один из них говорит правду, остальные нагло врут, значит, нам нужно найти, кто сломал телефон. Получается, у нас есть 3 предложения, утверждения, да? Только один из них верный. Давайте заметим то, что 2 и 3 предложение это одно и то же. Почему? Потому что каждый из них говорит то, что сломал кто? Хасан. Потому что Хасан сказал то, что это я, значит Хасан. Получается, это у нас равносильные утверждения. А так как у нас только один из них говорит правду, значит они оба не могут говорить правду, они оба врут. Значит это вранье. Значит, кто говорит правду? Асан говорит правду. Значит, что сказал Асан? Асан сказал то, что это сделал Үсен. Наверное, Асан это самый старший, Хасан это самый младший, если сказал то, что он это сделал, да? А Асан это средний, который всегда стремится к справедливости. Так, у нас, значит, ответ у нас тут Б. Үсен. 14-ші суретке келетін есепке келетін болсақ, бізде ақпарат берілген, карта десек те болады. Сұлтан пирамида жақтан шығып, яғни пирамидадан шығып, Экспо, Абу Даби Плаза және Бәйтеректі қыдырып үйге бармақшы. Яғни үшеуіне де бару керек. Және де үйіне қайттан оралады. Егер де бірінші баратын өзі біледі, осы ақпаратты қолданып ең қысқа жол неше километр екен табыңыз. Яғни бізде былайынан барсақ болады, оны санап шықсақ, былайынан барсақ болады, оны санап шығасыз. Яғни барлық варианттарды қарап шығу керекпіз. Мұнда нелерді қосатын болсам, менде 16 километр шығады. Тағы да басқа варианттарды қарау керекпіз. Қандай варианттар бар? Орта жақпен барып көрейік. Былайынан, 3-те 6 мен 3-те 8 қосатын болсам, 7-де 4. Мына екеуін қосатын болсам, менде 7-де 9. Демек, екеуін қосатын болсам, 15-те 3. Әзірше А вариантын азайтып алып тастасақ болды, өйткені бізде 15-те 3 деген вариант шықты. Келесі тағы да қандай жолдар бар баруға болатын? Былайынан барсақ та болады, бірақ оны қазір ғана көрдік па? Жоқ, көрмедік. 4-те 4 мына екеуін қосатын болсам 8, мына екеуін қосатын болсам 7-те 3. Я, оны көрдік. Так, қандай варианттар бар тағы да? Бірде 2, 3-те 8. Так. Былайынан бардық. Былайынан санадық. 15-те 3 болды. Так, тағы да қандай жолдар бар? Бұлай мен бұлай екеуі бірдей негізі. Егер бұлай баратын болсақшы. Ол кезде бізде мына екеуін қосқан кезде 3-те 5, 4-те 7 болады. 4-те 7, ал мына екеуін қосатын болсам, менде 10-да 2 болады, яғни 14-те 9. Демек, ең қысқа жол мұнда
14-те 9 болады екен. Так, 14 задача. Здесь у нас на рисунке показано расстояние между Экспо, Абу-Даби Плаза, Байтерек и Пирамида. Получается, можно сказать, это то, что карта, да, города Астаны. Теперь Султан вышел, получается, пешком со стороны пирамиды и пошел посетить Экспо, Абу-Даби Плаза, Байтерек и вернуться к пирамиде. Нужно, он сам знает, куда пойти в первую очередь. Найдите самую короткую дорогу. Нужно найти, получается. Получается, у нас есть карта, просто нужно что сделать? Рассмотреть разные варианты. Получается, можно вот так вот. Если посчитать, там у нас получится 16 километров. Окей, первый вариант пошел. Давайте оставим. Второй вариант давайте красным. Если снизу пойдем вот так вот. Красное. Там красный у нас получится 15,3. Так, давайте теперь синие. Синие, как можно сделать? Можно вот так вот, да, еще сверху и потом посередине. То там, оказывается, получится 14,9 километров. Значит, самое наименьшее, это ответ С, 14,9. Так. Енді 15-ші есепте бізде ағылшынша есеп, өйткені біз жалпы олимпиада, шетелдік халықаралық олимпиадаларға дайындық ретінде олимпиада болғандықтан бұл жерде бізде ағылшынша есептер болады, және келесі кезеңдерде ағылшынша есептер көбейеді. Енді ағылшынша есеп деген кезде бұл жерде қатты қиын емес. If air is called green, green is called blue. Is called дегенді тең қылып жазып қойсақ та болады. Blue is called sky, sky is called yellow, yellow is called water, water is called pink. What is the color of clear sky? Sky, давайте мына жерден іздеп көрейік. Sky дегеніміз blue is called sky. Негізі демек мұнда blue'ді сұрап тұр. Көк. Өйткені blue дегеніміз skyға тең деп тұр. Қазір біз blue'ді sky деп атаймыз деп тұр. Демек бұл жерде бізде blue'ді сұрап тұр. Blue'дің несін сұрап тұр? Color, яғни түсін сұрап тұр. Көктің түсін сұрау деген бір түрлі әрине, бірақ көктің түсі қандай? Blue. Бірақ blue деп біз нені айтамыз? Blue деп нені айтамыз? Blue деп біз sky'ды айтаймыз. Яғни біз blue деп көк деп айтқымыз келсе, аспан деп айту керекпіз. Демек бізде жауабы sky. Өте қызық есеп. 15-я последняя задача у нас задача на английском. Так как мы хотим, чтобы вы были готовы к международным олимпиадам, а там у нас очень много олимпиад на английском языке, из-за этого мы добавляем английские задачи. Задачи на английском. Здесь у нас не прям таки математика, но логическая задача. If air is called green, получается, is called, можно сказать, называется, значит, равняется. Green is called blue, blue is called sky. Везде равняется, 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 равняется. What is the color of clear sky? Clear sky. Что такое sky? Sky это у нас blue is called sky. Значит, вот здесь они имеют в виду blue. А blue это что? Синие. Нам нужно что найти? Color. Blue это blue. Получается, я не могу сказать blue как blue. Я blue говорю как sky. Синее это как будто sky, да? Получается, ответ у нас Б. Осымен біздің олимпиада жалпы сұрақтары аяқталды. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Есептер қызық болды деген үміттеміз. Келесі кезеңге өткендерді құттықтаймыз. Ол жақта есептер қызығырақ, қиынырақ болуы мүмкін, бірақ қызығырақ болады деп сенеміз. Ребята, на этом все. Задачи закончились. Поздравляю тех, которые прошли на следующий тур. Надеюсь, там задачи там будут сложнее, но надеемся, что будет интереснее. Осымен аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.